Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров қаңтар оқиғасының қайталанбауы үшін заң мен тәртіп қажет екенін айтты. Әлемдік банкінің есебі бойынша Қазақстан халқының 15% кедей санатында. 30 жылдың ішінде мемлекеті бай халқы кедей қоғамға айналды. Халық саясаттан шектетілді. Ескі жүйенің әлеуметтік әділетсіздік фактілері халықты саясаттан шектеу тенденциясы мемлекетті қоғамды жұртты қасіретті қаңтарға итермеледі, жақындатты, дейді Ерлан Сайыров. Депутат қаңтар оқиғасының қайталанбауы үшін заң мен тәртіп қажет екенін айтты. Қасіретті қаңтар тәрізді трагедия қайталанбауы тиіс. Мұндай ұлттық эксцесстер ата-бабамыз жүздеген жыл аңсаған тәуелсіздікке орасан зор зиян тигізеді. Не істеу керек? Бізге заң мен тәртіп қажет. Біздің Қазақстаннан басқа отанымыз, құтты мекеніміз жоқ. Бауыржан Момышұлы тәртіпке бағынған халық құл болмайды деп бекер айтпаған. Мен сөзімнің басында Қазақстандағы кедейлер саны жөнінде айттым. Аш бала тоқ баламен ойнамайды. Еліміздегі кедейшілікті жоя отырып, әсіресе байлардың да тәбетін азайту ең басты міндеттердің бірі, дейді Ерлан Сайыров. Депутат президенттің сайлауалды бағдарламасында халықты кедейліктің шынжырынан табанды түрде шығару, халықтың әл-ауқатын нақты өсірудің жолдары нақтыланып қарастырылғанын атап өтті. Ауылды жерлерде халыққа үй шаруашылықтарын дамыту үшін 1 миллион адамды қамтитын 1 триллион теңге бөлінеді. Алдағы 7 жылда 111 миллион текше метр үй салынып, 3,3 миллион адам жұмыспен қамтылуы тиіс. Бұл мәселені үкімет сапалы, жүйелі, адамгершілік тұрғысынан орындауы тиіс. Өкінішке орай бүгінгі үкімет сылбыр жұмыстары шала, дейді депутат Ерлан Сайыров.